жұмыстарын жүргізуге қойылған арнайы пән оқытушысымын. Аты-жөнім Тоқбай Әзімбек Жүзбаев болады. Біздің бүгінгі сабақта қарастыратын тақырыбымыз Autodesk Fusion 360 бағдарламасында ыстық пернелерді қолдану. Жалпы осы бізде Autodesk Fusion 360 бағдарламасының осы біздің білім алушыларға негізінде қолданылатын модельдеудің құралдарын, оны қалай қолдану керек және ол жерде қандай пернелерді басу керек, сол жайында ақпараттар беру. Одан кейінгі біздің осы программаны қолдану барысында біз ондағы скетчті және экстра тағы да басқа құралдарды қолданып білу. Одан кейін бізде осы 3D модельдің қалай оны принтерге жіберу керек және оны қалай қарапайым модельдерді қалай жасау керек, сол жайында ақпараттарды білу. Бізде Autodesk Fusion 360 бұл бізде CAD, CAM және KE, яғни инженерлік жобалауда және дизайнда, өндірістік мекемелерде немесе басқа да білім ордаларында ұлттық платформа ретінде қолданылады. Оны біз яғни WordPress жарысында прототиптеу құзыреттілігі бойынша осы бағдарлама арқылы қолданылады және осы бағдарлама арқылы жүзеге асырылады. Астарыңызда көріп тұрғандай модельді жасау үшін бізде бірнеше элементтерді қолданылады және мана айтып кеткен ыстық пернелер, яғни осы элементтерді жасап шығару үшін hot case пернелерді, ыстық пернелерді қолдану арқылы осы құралдарды жасап шығарамыз. Ендігі бізде файлдарды сақтау, экспорттау және жобаны ашу үшін біздегі осы Fusion'да 360 градуста жұмыс істеу үшін төрт элементтерді білу өте маңызды. Оның ең біріншісі application бар, яғни бізді файлдарды сақтау үшін, экспорттау үшін және жаңа жобаларды ашу үшін қолданылады. Одан кейін tool бар, яғни құралдар пернелері, модельдерге арналған қандай функциялар бар және қай функцияларды қалай қолдану керек. Сол үшін одан кейін таймлайн, яғни өте уақыттың шкаласы, яғни біз модельдеуді жасап жатқан уақытта олардың қалай қадамдарын өзгертуге болады және жоюға болады, сол секілді уақытты басқару шкаласы болып табылады. Негізгі біздегі осы 3D модельдеу құралдары, яғни біз осы 3D модельді жасап шығару үшін бірінші 2D эскизден, яғни скетчті алып бастаймыз. Потому что бізде лайн, яғни сызықтарды салу керек. Одан кейін екі нүкте немесе тағы да басқа жаңағы радиус арқылы фигуралар саламыз. Одан кейін цилиндр арқылы, яғни шеңбер арқылы олардың диаметрін өлшеп аламыз. Одан кейін осы шыққан жұмысты ары қарай чертеж вариантын көру үшін бізде тағы да басқа пернелерді қолданып ашуға болады. Жалпы осы негізгі модельдерді жасау ретінде қолданылатын құралдар, мана айтып өткендей 2D эскизді жасау үшін үшінші өлшемге шығару керек. Одан кейін айналдыру үшін револок эскизді өз бойымен айналдырады және дене жасау үшін қолданылады. Одан кейін траектория бойынша, яғни эскизді берілген бір траектория бойынша жүргізу үшін қолданылады. Яғни бізде одан кейін modify, яғни өңдеу құралдарын айтатын болсақ, жасап жатқан бір модельді жұмсартуға, яғни қырларын шығаруға немесе қиюға, жаңағыдай бір модельдің екінші модельге бір-біріне қосып бір модель шығару үшін көптеген осындай өңдеу құралдарын қолданамыз. Жаңа айтып өткендей, біздегі маңызды ыстық пернелер, өздеріңіз көріп тұрғандай, осы презентациядағы пернелерді басу арқылы біз жаңағы модельдің уақытты үнемдеу арқылы, осы пернелерді басу арқылы көптеген функцияларды қарастыруға болады. Одан кейін бізде осы мышка арқылы навигация қолданылады. Сол мышкамен, мысалы, ортасын бассақ, айналады.
жаңағы ортаңғы дөңгелектері басып тұру арқылы қозғалтуға болады. Шрифт пернесі арқылы ортаңғы жаққа барып дөңгелекті басып тұрып, оны айналдыруға болады. Одан кейін тағы да сол сияқты масштабтау, одан бөлек функцияларды осы жіңішке арқылы жасауға болады. Ендігі бізде осы көріп тұрғандарыңыздай слайдтағы модельді жасау үшін Fusion Shorts программасында жұмыс жасап көрсетеміз. Осы бүгінгі Fusion Shorts программасында қолданылған элементтерді қолдана отырып, осылай жасалған модельді репетиторге жіберуге болады. Назар аударғандарыңызға рахмет.